Баршаңызға сәлем. Осыны қатып қалған нандарды үй жағдайында сіздерге керемет әдісін көрсететін боламын. Осы қатып қалған нандарды үй жағдайында екінші рет қолданып, нанға исарап етпей, осылай мен сияқты жасасаңыздар болады. Үйдегі кішкентай балаларыңыз кәдімгідей сүйсініп жеп қоятын болады. Ең алдымен нандарымызды осылай барлығын кішкентай кубиктеп турап алатын боламыз, және де бізге осындай мальчика керек болады. Соның ішіне барлығын салатын боламыз. Осылай барлығын қатып қалған нандарды кішкентай етіп кубиктеп осылай барлығын турап шықтым. Осылай барлығын турайсыздар қатып қалған нандарыңызды. Осы кезде газдарыңызды немесе духовкаларыңызды қыздырып қоясыз, яғни 200 градус температурада қатты қызып тұру керек. Және де осылай барлығын осылай турап болғаннан кейін, осылай селопанымызды турап салып алғаннан кейін үстіне үй жағдайында осындай куркума қостым мен, кішкентай ғана қосасыз, яғни свет беру үшін. Яғни жегенде күшті приятны сарғыш болып шығады, хрустящий болып. Және де үстіне осындай приправа саласыз. Үй жағдайында қандай приправа, соны салсаңыз. Және де осылай үстіне мен бұрыш салдым кішкентай, яғни дәмі келу үшін. Және де осылай кішкентай ғана тұз салып, барлығын араластыратын боламыз. Осылай кішкентай қолыммен осылай салып жібердім. Міне тұзды көріп тұрғандарыңыздай. Одан кейін осы селопанымыздың аузын осылай қолымызбен жауып, осылай барлығын жақсылап, осылай аунап салатын боламыз. Яғни осылай мальчикаға салғанның бір жақсы, осылай шашпай, төкпей, осылай барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте осы табамызды сұйық майымызды жағып, үстіне осылай салып, 5 минутқа яғни пешке салып қыздырып алатын боламыз. 5 минутқа салып қыздыратын боламыз. Бізде осылай салдым, одан кейін осы 2 минуттан кейін осылай алып бүйтіп, осы дәл видеода сілкіп жібересіз, яғни жан-жақтар тағы да қуырылып осылай дайындалу үшін. Міне достар, менде осындай болып шықты, күшті сап-сары, жегенде де кәдімгідей дүкендегі хрустящий чипсилер сияқты болып шығады. Жасап көріңіздер үй жағдайыңызда. Отбасыларыңызға, яғни көне балдарға ұнайтын болады. Және де достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Ас болсын.